Қайырлы күн. Бүгін арзан медовиктің рецебімен бөлісемін. 200 грамм қант, 2 жұмыртқамыз, 50 грамм маргариніміз, сары май қолдансаңыздар да болады. 100 грамм мед, натуральный мед қолдансаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Сонымен електен өткізілген ұнымызды алдын ала дайындап қоямыз. Баяу отта 2 жұмыртқамызды, медімізді және қантымызды, маргаринімізді салып араластырып тұрамыз. Маргарин мен қант еру керек, жылдам араластырып тұру керек. Және шәмәлі көпіргеннен кейін 1 чайный ложка ас содамызды қосамыз. Суығасын електен өткізілген 400 грамм ұнымызды аз-аздан қосып шығамыз. Осындай қоймалжың массасы болып шығады. Қолға жабысқақ, 400 граммнан артық ұн қоспаймыз. Өйткені коржымыз қатты болып қалмас үшін. Күрекшенің көмегімен араластырып болғасын салафанға немесе пищевая пленкаға салып, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Бізге жұмыс істеуге оңай болу үшін. Менің тестім 807 грамм, оны мен 7-ге бөлдім. 7-ге бөлгенде 115 граммнан 7 корж шықты. Әр коржды осылай ұнның көмегімен пергамент қағазына жайып аламыз. Ұнды қорықпай себе беріңіздер. Осылай 23-24 сантиметрлік формаға өлшеп аламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста әр коржды 5-6 минутқа пісіріп аламыз. Әр корждарды осылай пісіріп алдым. Формасы 23 сантиметр етіп бөліп алдым мен. Осылай 7 коржымыз шықты, пісіп. Енді қалғанына біз крошка жасаймыз. Менде блендер жоқ, мен оқтаудың көмегімен осылай ұнтақ жасаймын. Бұл ұнтақ медовиктің сыртын қаптауға керек болады. Креміне келетін болсақ, 20% 500 грамм қаймақ, 200 грамм сгущенка, 70 грамм сахарный пудра. Бәрін араластырамыз. Міне креміміз дайын. Енді медовый тортымызды жинаймыз. Әр коржға жеке кремді жағып шығамыз. Коржым қатты болып қалады деп қорықпаңыздар. Крем сіңгеннен кейін тортымыз жұмсақ, әдемі болып шығады. Ең соңғы коржды теріс қаратып қоямыз. Медовиктің беті тегіс болып шығу үшін. Өстіп әдемілеп кремді жағып болғасын 3-4 сағат холодильникке қоямыз. Енді 3-4 сағат холодильникте тұрды. Холодильниктен аламыз. Формадан шешіп аламыз. Креміміз әдемі болып қатып тұр екен. Пышақтың көмегімен форманы шешіп алып, қалған кремдерді бетіне бір тегіс қып жағып шығамыз. Енді медовиктің сыртын бағана дайындаған корждармен қаптап шығамыз. Ситоның көмегімен тортымыздың бетіне корждарды сеуіп шығамыз. Бетіне сәндікке сахарный пудраны себеміз. Міне тортымыз дайын. Маған тіркелуді ұмытпа, мен саған қызықты рецептермен бөлісемін. Ас болсын.